Орамалдың қасиеті. Ертеде жайлауда отырған бір елдің азаматтары жаңа қонысқа мал айдап кетеді. Бас көтерер азамат болмаған ауылға тұтқиылдан жау шапқанда, сол ауылдың бәйбішесі басындағы ақ орамалды шешіп сойылға байлап жауға қарсы шығып оларды тоқтатады. Сөйтіп ауылды аман алып қалады. Сол күннен жауды тоқтатқан ақ орамал жаулық аталып кетіпті. Ақ орамал әйел басына салған сәттен жаңа түскен келін келген елінің тілеуін тілейді. Жас келіннің іздеген байлық емес, 62 тамырын жібітер дүниеге әкелер болашақ ұрпағының тілеуі. Қазақта жаңа түскен келін басына орамалын салып жаңжал болған жерге келіп сәлем салса, тіпті қан төгіс болып жатса да тоқтатқан. Қазақ үшін орамалды сыйламау ананы қорлау болып табылады. Бірде бөлтірік шешен ел аралап жүріп, бір кедейдің үйіне келіп түседі. Торғай қамаса тұрмайтын жыртық киіз үй, төрдегі текемет арасынан шөп өскен, адам отыратын жер жоқ. Үй иесі, ақсақал, жоғары шығыңыз дегенде, әйелі басындағы орамалын алып жерге төсепті. Бөлтірік шешен сонда, келін, мұндай көрметті ешкімнен осы жасқа келгенше көрмеппін, ақ ниетіңе ризамын, тәңірім басыңа жетер байлық берсін, басыңа қайта тартып ал, деп өзі еңкейіп орамалын жерден алып беріпті. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп жатқандай каналымыздың 80%-ін каналымызға тіркелмей көреді екен. Қазақ тілінің контентіне өз үлестеріңізді қосып, каналымызға тіркеліп, осындай әңгіме тыңдайтын достарыңызға жіберіңіз. Көп рахмет. Кедей жалғыз ешкісін сойыпты. Бөлтірік шешен, қазанға еттің барын сал, ауыл аймақтың барын шақыр. Бөлтірік шешен менің үйімде бірнеше күн боламын деді деп хабар айт депті. Оны естіген сол ауылдың ауқатты адамдары бірі үйін әкеп тігіп, бірі дүниесін, сойыс малын әкеп бірнеше күн болыпты. Кетерінде шешен, осы әкелген дүниелеріңді, беретін малдарыңды осы жігітке беріңдер деп бата беріпті. Көп кешікпей кедей жігіт дуалы батадан соң байлыққа кенеліпті. Осы ғибратты әңгіме жас келін қыздарға өнеге болып әсерін тигізсе игі. Ал сіз орамалды тағасыз ба?